Құрметті оқырмандар, Тараз қаласының көшелері бойынша бір көше, бір тарих атты бейнегалереяны назарларыңызға ұсынамыз. Геолог ғалым, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, академик, Қазақ КСР ғылым академиясының ұйымдастырушы және оның тұңғыш президенті, Қазақ КСР академиясының академигі, Кеңес одағының және Қазақстанның металлогения мектебінің негізін қалаушы, Қазақтан шыққан тұңғыш академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаев. Қаныш Имантайұлы 1899 жылдың 12 сәуірінде қазіргі Павлодар облысының Баянауыл ауданында Имантай бидің отбасында дүниеге келді. Нәрестеге Ғабдулғани деген есім берілді. Үлкен ұлы Ғабдулғазизді еркелетіп Бөкеш деген. Ал Ғабдулғаниді анасы Әлима Ғаниім, Ғанышым деп атаған. Бала облыстық мектепке барғанда журналға есімі Қаныш болып жазылып кеткен. Сауатын ауыл молдасынан ашқан болашақ ғалым кейін Шорман ауылында орналасқан мектепке қатынай бастайды. 4 жылдық бағдарламаны 3 жылда аяқтайды. 1911 жылдан бастап Павлодардағы 2 сыныптық орыс-қазақ училищесіне аттанады. Аталған білім ордасын мерзімінен 1 жыл бұрын бітіріп шығады. 1914 жылы Семей мұғалімдер семинариясына түсіп, оны 4 жылда аяқтап, бастауыш мектептерге орыс тілінен сабақ беретін мұғалім болып шығады. Сәтбаевтың геологиядан басқа мәдениет саласында тарихта қалдырған еңбектері өте көп. Шоқан Уәлихановтың жазып алған Едіге жырының мәтініндегі қазақ оқырмандарына түсініксіз араб, татар сөздерінен тазартып, қазақ тілінің жаңа орфографиясының негізінде қайтадан дайындаған. Ғұлама ғалым Ұлытау өңіріндегі басты тарихи, мәдени, археологиялық ескерткіштерді зерттеген. Қазақ мектебінің орта және төменгі және жоғарғы сынып оқушыларына арнаған алгебра оқулығын дайындаған. 1931 жылы басылған Затаевичтің 500 қазақ әндері мен күйлері жинағына Сәтбаев қазақ халқының музыкалық мұрасының інжу маржаны болып есептелетін 25 әнді өзі орындап, орыс тілінде ғылыми түсініктеме беріп енгізген. Академиктің қолдауымен Алматыда Орта Азия геофизика тресі ұйымдастырылып, Қазақ КСР геология және жер қойнауын қорғау министрлігі құрылған. Қазақстан ғылым академиясын ұйымдастырып, ондағы бөлімдерді, оған қарайтын институттарды, зертханаларды, базаларды дұрыс жоспарлаған. Ғылыми кадрлар дайындау ісіне үлкен жауапкершілікпен қараған. Ғылыми зерттеулердің өзекті мәселелерін халық шаруашылығын мүддесіне бағыттап, шаруашылық және мәдени құрылыстың басты мәселелерін шешуге белсене атсалысқан. Қазіргі таңда Қаныш Сәтбаевтың атында Қазақстан ғылым академиясының геологиялық ғылымдар институты, Сәтбаев қаласы, Сәтбаев ғаламшары, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, академик Қаныш Сәтбаев атындағы Екібастұз инженерлік техникалық институты, Сәтбаевтың мұздығы, Қаратаудағы ванадий кен орнынан табылған Сәтбаевит минералы, академик Сәтбаев гладиолус гүлі, Сәтбаев көшелері Алматы және Астана қалаларынан берілген.